Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде 2 көрме қатар өткізілуде. Алғашқы көрме залында Қырғызстанның жаңа толқын шығармашылық тобының қатарына кіретін кескіндемешілер мен мүсіншілердің туындылары қойылса, одан бөлек музейде отандық қылғалам шебері Армат Бектастың «Өмір гүлі» атты жеке көрмесі ашылды. Бұл қала тұрғындары үшін ерекше маңызға ие іс-шаралардың бірі деген ойдамыз. Себебі көрмеге атақты тәжірибелі суретшілердің туындылары қойылған. Олардың басым бөлігі Мәскеудегі кескіндеме өнерін оқытатын оқу орындарында, сондай-ақ Санкт-Петербург қаласында білім алған. Бүгінде алдарыңыздағы картиналардың авторлары түрлі халықаралық көрмелерге қатысып, дүние жүзінде және өз елдерінде үлкен танымалдыққа ие болған. Авторлар өнерді жаңа әрі есте қаларлық ерекше қырынан көрсетуге тырысады. Олар бүгінде түрлі жанрлар мен стильдерді пайдаланып, ежелгі аңыздар мен әфсаналар, мифтер мен ауыр шиеленістерді кескіндеме арқылы шебер көрсете білген. Өнерде шектеу жоқ, сондықтан суретшілер мен өнер адамдары қайталанбас туындыларды өмірге әкеледі. Армат Бектас осындай өзіндік жаңашылдығы бар қылқалам шеберлерінің бірі. Бүкіл жұмысының философиясы, дала философиясы, дала сызығы осы өмір гүлінің негізінде тұрғызылды көрмем. Негізінде мен көрмемнің бағыты мына қазақтың ұлттық кескіндемесінің бір жаңалығын енгізу әлемдік деңгейде. Екінші ойым осы көрмеде әрбір көрменің бір өзінің мағынасы болады. Негізінде көрмемді қарап отырсаңыздар, адамға ой салатын бір концепциялық бір ойлар бар. Суретшінің айтуы бойынша көрменің негізгі бағытының идеясы қазақтың ұлттық кескіндеме өнеріне жаңалық енгізу болып табылады. Армат Бектас ұзақ жылдар бойы табиғат сызықтарын зерттеген. Сонымен қатар ол ұлы даланың тарихы мен мәдениетін, салт дәстүрі мен сәулет өнерін қалыптан тыс философиялық ойлар арқылы өзіндік стилімен жеткізген. Заманауи суретші Армат Бектастың «Өмір гүлі» атты көрмесі жүріп жатыр. Бұл көрмеге суретшінің 70-ге жуық кескіндеме, графика, мүсіндік шығармалары қойылған. Жаратылыстың бүкіл формуласын енгізетін формуланы модельді өзінің шығармашылығына арқау ету барысында жаңаша туындылар дүниеге әкеледі. Негізгі осы туындылардың ішінде жалпы мәңгілік елді сипаттайтын 2 негізгі көріністі пайдаланады. Оның біріншісі қазақ халқының киіз үйі, екіншісі қазан. Әлемнің көптеген елдерінде жеке көрмелерін ұйымдастырған суретшілердің еңбектері музей қонақтарының ерекше қызығушылығын оятады. Өнердің дінге, тілге, ұлтқа бөлінбейтін жалпақ жұртқа ортақ құндылық екендігін ескерсек, оның әрбір адамға рухани азық болары анық. Бексұлтан Нұрланұлы, Роман Ван, Жаңа күн.